Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақта айтыңыз, өткенді қозғауға болмайды. Бәрі уақытқа қарайды, ал уақыт ешкімді күтіп отырмайды. Еврей сұрақ қоярдан бұрын өзі жауап береді. Бас пен жұмыс істемегеннің қалтасы жұқа болады. Кейде адамдығыңды сақтап қалу үшін қатты қалаған нәрсеңнен бас тартуыңа тура келеді. Бақытты болғың келсе, әрекет ет. Өзгеге пайдалы болғың келсе, өзің үшін өмір сүр. Баланы қалай дұрыс тәрбиелеу керек екенін білмесең, оны еркіне жібер. Біреу саған ақмақсың десе, онымен келісе сал. Сізге бақытты болуға кедергі келтіретін 3 нәрсе: қорқыныш, қызғаныш және өзіңді кінәлі сезіну. Егер бір-біріңізді қатты сүйетін болсаңыз, басқа ешкімге сенбеңіз. Солай болғанда ғой деген сөзден артық қайғылы сөз жоқ. Адам өзі неғұрлым ақ көңіл әрі мейірбан болған сайын, ол өзгелерден де соны байқайды. Сөз тәрбие бермейді. Ата-аналар өз балаларын сөзбен тәрбиелеймін деуі қате. Балаңды тәрбиелегің келсе, оған дұрыс өмір сүруді ісіңмен көрсет. Балам бақытты болсын десең, алдымен өзің бақытты бол. Ерік жігерің мен күшің барда, еңбек қыл, сонда қазынаға тап боласың. Тілің таза болсын десең, жүрегің таза болсын, себебі сөз жүректен шығады. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Ақша сөйлеген жерде басқа сөйлемейді. Егер сені мақтаса, онда білгенің жөн. Сен әлі де болса өз жолыңда емессің. Басқалар үшін ыңғайлы жолдасың. Кешігіп келген бақыт ұзақ сақталады. Жұбайы жоқ еркек те бір, жапырақсыз терек те бір. Өтірікші шынын айтса да, оған ешкім сенбейді. Біреулер раушан гүлдің иісін ажырата алмайды. Біреулер ашы шөптен бал алады. Біреуге бір үзім нан берсең, өмір бақи есінен кетпейді. Ал біреуге өміріңді пида етсең де ештеңе түсінбейді. Сөзбен бәз біреулерді алдай аласыз, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Өйткені адамның көзі тылсым күшке ие. Кез келген ақиқат алдымен күлкіге айналады, содан кейін мойындалады. Сабыр тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті күрес. Егер сіз бір нәрсені қатты жақсы көрсеңіз, оны жіберіңіз. Егер ол қайтып келсе, ол болуы керек еді. Егер олай болмаса, ол ешқашан болған емес. Өмірдің трагедиясы адамның тірі кезінде іштей өлетіні. Қадірлі болу үшін періште болу шарт емес. Егер итке ісің түссе, оған ағатай деп мәміле қыла бер. Қорықсаң сөйлеме, сөйлесең қорықпа. Кішігірім нәрселерге қуана біліңіз, себебі ол үлкейіп, үлкен бақытқа жалғасады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырайық. Қарағаныңыз үшін көп рахмет. Аман, сау болыңыз.